Жайылған бойым сыймаса, 101 күншек 100 қоспен қатар жүріп жинаса, көк алалы көк жылқы көлге бір түсі көрсетпей санап санын алуға. Бұлай шапқылап, мінген келігін үйретіп, неше пілдерді өлтірген еді күйлетіп, келе қалмақ сөйледі, мұның бала жас бала, қайытқа сіңген мас бала. Алпамыстың төресің, әлі ертең көресің, ұлтан қолдың сөзіне қолай үрі бересің. Ертең әкем келгенде, жалғызым қайда дегенде, не деп жауап бересің? Болды бейбаққа ашуланып қараман, мені тұлпар қарасын, ер тоқымын саймандар, басынан алды дорбасын, қырайымды бойлады, қазақтың күллі қылышын, қолын алды найзасын. Әкесі таққа мінгізіп сыртынан өзі қарады. Алпамысқа тілектес қара көз айым баяғы. Мұнанда күдер үзген жоқ, бір жылда екі барады. Ерлікпен жетті мұратқа, еңбектің болып баяны, тыңдаған халық риза бол, осымен бітті аяғы. Жалпы байқау емес, елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына тоқталсақ. Ол ағамыздың бұған дейін бұқаралық ақпарат құралдарында елде, ел зиялылары да бәрі маңыздылығын айтты. Ал біздің мақсат сол бағдарламаны жүзеге асыру үшін осындай дүниелерді ұйымдастырып, қолға алып, оны сапалы деңгейде ұйымдастыру. Жалпы өзі республикада бұрын-соңды болмаған, болған болу керек, дәл мынандай ұйымдастырылмаған шара, ұлттық рухани танымдық жоба. Бұл жаңағы мына балалардың мына елдің рухын көтеру үшін. Бұл өте өзі кез келген халықты тану үшін оның өнерін білу керек. Оның жырларын, епістік жырларын білу керек. Біз бала кезімізден осы өлең жырмен өстік қой. Осыны аталарымыздың, әжелеріміздің аузынан тыңдап өстік. Енді сол бүгін мына қазір мынау заманға сай қайтадан жаңғырып жатыр. Бұндай нелерді, бастамаларды қолдау керек.